Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, дәмі тіл үйіретін кешкі астың рецептін ұсынатын боламын. Өте оңай әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі жұмыртқаны ыдысымызға салып аламыз. Үстіне салқын суымызды құямыз. Содан соң тұзымызды саламыз. Бір ас қасықтың көмегімен сұйық майды құйып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Тұзымыз еріп, массамыз біркелкі болған соң үстіне ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде илектен өткізіп алыңыздар. Қаттылау, тығыздау қылып қамырымызды илейтін боламыз. Құрамындағы заттарын төменде описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Мінекей бізде тығыздау қамыр пайда болды. Енді осы қамырды 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Ал оған дейін подливын дайындаймыз. Қыздырып алып, қазанымызды сұйық май құйып, етімізді жақсылап қосып, осылай қуыратын боламыз. Су тартылғанша етімізді қуырып аламыз. Одан соң үстіне бір дана пиязды осылай көбіктап турап алып, пиязымызбен етімізді де жақсылап 5-10 минут шамасында қызарғанша, су тартылғанша қуырып аламыз. Одан соң қызанақты саламыз, сәбізді саламыз. Қалауларыңыз бойынша болгар бұрышын салсаңыздар болады. Томат пастасын қосып, жақсылап қуыратын боламыз. Үстіне картопты да қосамыз. Жақсылап араластырып, тағы да барлығын бірге қуыратын боламыз. Татымына қарай тұзымызды саламыз. Кез келген әдемі дәмдеуіштеріңіз болса қоса берсеңіздер болады. Дәл осылай бетіне суын құйып, суды беті жауып тұратындай етіп қойып, осылай тындырып 15-20 минуттай қайнататын боламыз. Ал оған дейін біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыз қараңыздар, өте әдемі біркелкі июі қанып тұрды. Енді осының үстіне ұнымызды сеуіп, алғашында осылай, кейіннен оқтаудың көмегімен жақсылап жазғанға ыңғайлы қылып, яғни жайылғанға ыңғайлы қылып, осылай оқтауменен жасап алатын боламыз. Біздің қамырымыз өте біркелкі әдемі болып шығады. Сондықтан дәл осы рецептпен жасаңыздар. Егер де үйлеріңізде адам саны көп болған жағдайда, онда осыны рецепт бойынша 2 есе немесе 3 есе қылып жасасаңыздар да болады. Оқтаудың екі шетін баса отырып, міндетті түрде дәл видеодағыдай жайыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз бір тегіс болады және шет-шеті қалың болмайды. Дәл осылай оқтаудың екі шетін баса отырып жайып алыңыздар. Қамырларыңыз біркелкі жақсы шығатын болады. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контент қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей қамырымызды біркелкі жұқа қылып жайып алдық. Қатты жұқа қылудың да қажет жоқ. Енді үстіне сұйық майды құйып, жақсылап қолымызбен жайып аламыз. Осылай бетіне теркадан өткізілген сәбізбен кішкене көк пиязды қосып дайындап алдық. Барлығын жазып алғаннан кейін қамырымыздың дәл осылай видеодағыдай ортасын тесіп ашып аламыз. Дәл видеодағыдай орап алатын боламыз. Егер де дәл осылай оралмай жатқан жағдайда қамырды теңдетіп екіге бөліп, рулет тәріздес қылып орасаңыздар да болады. Осылай жасасақ әдемі болып көрінетін болады. Енді барлығын жасап алғаннан кейін осылай дәл видеодағыдай кішкене қылып кесіп ыңғайлы қылып аламыз. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Мінекей барлығын дайындап аламыз. Енді осы уақытқа дейін біздің подливымыз қайнады. Енді осы қайнап тұрған судың үстіне дәл осы қамырларымызды дәл видеодағыдай бетіне қойып шығатын боламыз. Су көп болып кетсе де болмайды, дәл осындай болуы қажет. Бетін жауып, тағы да 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Өте дәмді болады, қараңыздар. Қамырымыз езілмейді, шашырамайды, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.